Алматыда 7 жасар баланы қағып кеткен адам ұсталды. Оның жүргізуші куәлігі болмаған. Бұған дейін де жол ережесін бұзған үшін куәлігінен айырылған. Әрі тех байқаумен сақтандыру полисі сынды құжаттары жоқ. Жол көлік оқиғасы осыдан 3 күн бұрын түскі сағат 3-тер шамасында Шұғыла ықшам ауданында болған. 7 жасар балғынның машиналар жүйткіп жатқан жолды кесіп өтпек болып, көлік астына түскен сәті бейнежазбаға түсіп қалған. Қатты соққыдан бас сүйегі зақымданған бүлдіршіннің қазіргі жағдайын дәрігерлер орташа деді. Қосарланған жарақат, бас миының жарақаты, бас миының шайқалуы, маңдай аймағының жарасы және қолдың бірінші саусағының сынығы деген қосарланған диагноз қойылып, бала қазіргі уақытта нейрохирургиялық бөлімшеде жатыр. Қазіргі таңда баланың жағдайы орташа. Ал баланы қағып, ізін жасырып үлгерген Volkswagen көлігінің иесі 31 жастағы азамат ұсталды. Қалалық полиция оның бұған дейін темір тұлпарды тізгіндеу құқығынан айырылғандығын анықтаған, бірақ оған не себеп болғанын білмейді. 31 жасар Қарасай ауданына қарасты Қаскелен қаласының тұрғыны болып шықты. Мәлім болғандай, бұл азаматтың қолында автокөлікке тиесілі құжаттары да жоқ екен. Сақтандыру полисі, техникалық байқаудан өту, деректер бойынша анықтама. Бұрын соңды соттың шешімімен жол жүру куәлігінен айырылған азамат. Қазір аудандық полиция басқармасы аталмыш іске қатысты тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Ал көлік айып тұрағына қойылған. Дәрігерлер 7 жастағы мектеп оқушысының аурухана төсегінде тағы 1 аптада ем алуы қажет екендігін айтты. Әсем Леспек, Игорь Волх, Астана телеарнасы, Алматыдан.